көке, қойыңызда осындай жағдайлар сезінетін болса, өте мұқият тыңдаңыз. Көрсет, жақындат, оператор. Мынандай бугороктар, мынандай заттар бүкіл денесіне тасыған болса, міндетті түрде тыңдаңыз. Бірінші орында сіз бұл қойды санитарныйға атардан бөлуіңіз керек. Атардан бөліп, бұндай қанша, 1 бас бар ма, 5 бас бар ма, бәрін бөліңіз. Содан кейін мен сізге айтарым, аналгин. Өйткені бұл ауру температураны 40-42-ге шығарады. Ал оның үстіне антибиотик или бір дәрі ұратын болсаңыз, реакция болып, малдан айырылып қалу қаупі бар. Мен бұны қан тамырдан салам. Қан тамырдан сіз саламасаңыз, саниттен салсаңыз болады. 5-6 грамм, миллиграмм. Бисмилля. Екіншісі, бұл қойда иммунитетіміз түсіп кетеді. Осы аналгинді салған соң 1-2 минут аралығында Католайф осы витаминімізді. Бұл иммунитет түсірбеу үшін, өйткені мынау өз организм өз күреседі. Сондықтан соған кішкене көмектесу үшін осы Католайфты мен тағы да қан тамырдан салам. Саламасаңыз, екінші санитке салсаңыз болады. Бисмилля. Үшіншісі, бұның емі негізі антибиотиктің мықтысы керек. Азимицин немесе азитронит. Азимицин осыдан 4-5 миллиграмм қойдың үлкендігіне қарай. Санеттен салсаңыз да болады, немесе осындай мойын етінен, бисмилля, осындай жерінен салсаңыз болады. Бүгін саласыз, бұл өте ащы дәрі, осындай жағдай. Бүгін саласыз, ертең қалдырып, ары күн тағы саласыз, тағы арасын бір күн қалдырып, 3 рет саласыз. Алла қаласа жазылу керек. Алла қаласа. Бұны санитарныйға бөліп қойыңыз, қойға атары қоспаңыз. Атарды бір болсын осындай көретін болсаңыз, міндетті түрде бөліп, санитарныйға қосып қойыңыз. Әр қазағым бай болсын. Бұндай аурулар бізден ары кетсін.